1,5 ай бұрын жоғалған 9 сынып оқушысы аман есен табылды. Айкүмісті іздеп жүрген көреміз редакциясына жақында сүйінші хабар жетті. Белгілі болғандай, Айкүміс Павлодар қаласының маңындағы малды ауылдан табылды. Қазір ата-анасының қасында. Дін аман. Жағымды жаңалықты естіген тілшілеріміз Айкүмістің үйіне ат басын бұрды. Қызым аман есен үйге оралды. Қуаныштымын. Барлықтарыңызға рахметімді айтам. Бүткіл ұжымға жаңаға. Көреміз бағдарламасына көп алғысым шексіз. Bir ауыздан келіп, бір кісідей ат салысып, келіп бір жағыма шығыстыңыздар енді. Алла разы болсын. 2 айдан бері күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған Жанаргүл Қатубаеваның жаны енді жай тапты. Небәрі 16 жастағы Айкүміс Павлодар облысынан табылды. Құқық қорғау қызметкерлері анықтаған дерекке сәйкес жас қызды желіде танысқан жігіті қаладан 250 шақырым жерде орналасқан малды ауылда 60 күн бойы күштеп ұстап отырыпты. 26 жастағы Еділхан Сейсенбаевтан құтыла алмаған жас қыз оңтайлы сәт түскенде анасына хабарлама жіберіп үлгерген. Сол сәтте полиция қызметкерлері Айкүмістің геолокациясын анықтап, күдіктіні бірден қолға түсірді.